Сәлем достар, менің есімім Мусина Гүлдерай, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге гүлді кардиганымыздың, яғни гүлін тоқитын боламыз. Неге осындай әдемі гүлді тоқимыз? Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырыңыздар, және де достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Осындай әдемі гүлдерді тоқитын боламыз. Ол үшін бізге не керек? Яғни біз бағана осы 4-ші номерлі крючокпен тоқыдық қой кардиганды. Дәл сол крючоктың өзі керек, және де әртүрлі жібіңіз болса, сол жіппен тоқи беріңіздер. Менде осындай жалпы Ализенің жіптері, солармен тоқитын боламын. Яғни ең алдымен біз мына гүліміздің, яғни мына шет жағын тоқитын боламыз. Көрдіңіздер ме? Осы гүлдің шет жағын тоқимыз ең алдымен. Ол үшін мен қызыл жіппен тоқимын. Яғни ең алдымен міне осы жіпті осылайна икстап аламын қолға. Мінекей тағы да бір көрсетіп жіберейін. Міне бірден осылай икстап аламын. Енді мында крючокты өткіземін да ұзын жұмыс жібімізді, яғни осылайна ортасынан шығарып, мінекей бір тор көзін істеп аламын. Енді әрі қарай біз 1, 2, 3 тор көзін шығардық. Крючокқа жіпті іліп аламын. Мына дөңгелектің ішіне кіргізіп, бір баған шығарамын. Мінекей. Енді бізде бірінші және екінші баған шықты. Енді 2 үрмелі шараламын. Тағы да осы дөңгелектің ішіне кіргізіп, үшінші бағанды шығарамын. Тағы да 2 үрмелі шараламын. Тағы да осы дөңгелектің ішіне кіргізіп, 4-ші бағанды шығарамын. Тағы да 2 үрмелі шараламын. Тағы да мінекей дөңгелектің ішіне кіргізіп, 5-ші бағанды шығарамын. Тағы да 2 үрмелі шараламын. Енді дөңгелектің ішіне кіргіземді, тағы да міне 6-шы бағанды шығарамын. Бірге санайық, қанша баған болып шықты? Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6 баған шықты. Енді соңғы 2 үрмелі шарды аламыз да бірден міне астында тұрған жіпті осылайна тартып қаттырақ қысамыз. Мінекей барлығын біріктірдік. Енді біз бағана 3 үрмелі шар алдық, соның 3-ші тұрған жеріне крючокты кіргіземіз да бірден осылайнан біріктіріп жібереміз. Мінекей. Бізде яғни 6 баған шықты ғой. Сол жерден енді біз гүліміздің тоқитын боламыз. Яғни мінекей 1, 2, 3 үрмелі шар аламыз. Кейін крючок мына астындағы жіпті бірге алып тоқып жібересіздер. Осылайнан крючокқа жіпті іліп аламыз да, мінекей бірінші тұрған бағанның аркасы бар ғой, бағанағы. Сол арканың ішіне мінекей ұзындау етіп, міне бағанымызбен бірдей болу керек, ұзындау етіп жіп шығарамыз да бірден өткіземіз. Яғни мінекей 1, 2 болды. Тағы да крючокқа жіпті іліп аламыз да, арканың ішінен тағы да жіпті шығарып, енді осы екеуінен өткіземіз тек жіптің. Мінекей 3 тор көзі шықты. Тағы да крючокқа жіпті іліп аламыз да, арканың ішінен өткіземіз да жіпті. Арканың ішіне жіпті өткіземіз да, енді осылайна екеуінен өткізіп, тағы да тор көз шығарамыз. Неге дәл осылайнан тор көздер шығарамыз біздер. Сосын қазір біріктіретін боламыз. Неге? Яғни жібімізді ұзын етіп шығарыңыздар. Сол кезде гүліміздің шашағы, яғни әдемі болып шығады. Сондықтан да ұзын етіп шығарыңыздар. Оны бағанмен бірдей болуы керек. Мінекей так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 істедік. Енді осы 8-ді барлығын осылайнан бірден біріктіретін боламыз. Жіпті өткізіп ортасынан. Мінекей біріктірдік. Енді 1, 2, 3, 4 үрмелі шар алдық. Мінекей 4 үрмелі шар алғаннан кейін келесі тұрған арка бар ғой, соған осылайнан
біріктіреміз де бірден осының үстінен енді 3 үрмелі шарды шығаратын боламыз. Яғни мінекей 1, 2, 3. 3 үрмелі шар шығардық па, енді дәл жаңағыдай крючокқа жіптеліп аламыз да, дәл сол арканың ішінен тағы да осылайынан тор көздер шығаратын боламыз. 8 тор көз шығарамыз. Яғни 1, 2, келесі 3, келесі 4, келесі 5, келесі 6, келесі дәл сол жерден 7, тағы да 8, неге 8 тор көзін шығардық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 тор көзін шығардық. Енді барлығынан осылайынан крючокты өткіземіз да, жіпті біріктіреміз. Бірден неге 4 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4 үрмелі шар алдық. Келесі тұрған аркіге тағы да жібімізді біріктіреміз да, бірден үстінен 3 үрмелі шар шығарамыз. 1, 2, 3. Дәл жаңағыдай енді сол арканың ішінен дәл жаңағыдай осындай 8 ұзын баған шығарасыздар да, бірге біріктіресіздер. Біріктіргеннен кейін бірден 4 үрмелі шар алып, келесі арканың ішіне біріктіресіздерді. 3 үрмелі шар алып, тағы да 8 баған тоқисыздар. Осы соңына дейін тоқыңыздар. Мінекей мен соңына дейін тоқыдым түгелімен. Міне, так 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 6 гүлдің шашағы шықты. Енді 4 үрмелі шар алдым да, дәл осы арканың ішіне крючогымды кіргізіп, жіпті біріктіретін боламын. Мінекей осылайынан біріктірдім. Көрдіңіздер ме? Енді жіпті кішкене ұзындау етіп аламын. Себебі бізге тігу үшін керек болады. Ұзындау етіп мінекей кесіп аламын. Бұл бізде яғни қазір тігуге керек гүлімізді. Мінекей осылайынан жіпті шығарамын да, міне. Бізде яғни гүліміз дайын болды. Енді гүлдің ортасындағы мына жасыл түсті жібімізбен тоқитын боламыз. Бұл да оңай тоқылуы, ешқандай қиындығы жоқ. Яғни мінекей осылайынан жіпті аламын да, дәл осылайынан дәл жаңағыдай қолыма экстайтын боламын. Мінекей дәл жаңағыдай, яғни крючокты өткіземін да. Крючокты өткіземін. Мінекей осылайынан бірден тор көз шығарамын. Мінекей енді яғни мінекей бір тор көзі тұрма, енді тағы да 1, 2, 3, яғни бізде 4 тор көз шықты. Крючокқа жіпті іліп аламын да, дәл жаңағыдай бірден дөңгелектің ішіне өткізіп, жіпті ұзартамын да. Мінекей тек 2 жіптен өткіземін. Бізде 2 тор көзі шықты ма, тағы да келесі 3-ші тор көз, келесі так 4, келесі 5, келесі 6, келесі 7, келесі 8, келесі 9, келесі так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неке енді соңғы 10-шы бағанды істеймін. Мінекей енді осының барлығын біріктіремін. Неке жіпті өткіземін да, енді бірден бір үрмелі шар алып, біріктіремін да осылайынан. Мына астында тұрған жіпті осылайынан қаттырақ тартып біріктіріп жіберемін. Астыңғы бөлігінде енді мына жіптен қатты ұзын алмасаңыз да жарайды, кішкене осындай етіп аламыз. Біз бұны енді мына жіпті былайынан шығарып жібереміз да. Енді біздің бағана гүліміз бар ғой, соның ортасына салатын боламыз. Яғни мінекей осылай. Яғни ортасына қоямыз да, мұнда арка тұр ғой, мінекей дәл сол арканың ішінен осылайынан жіпті өткізіп жібереміз. Мінекей. Енді мұнда енді астынан тек осылайынан қолмен байлай қоясыздар, мықтап тұрып байлап алыңыздар. Яғни басында кішкене жайлап байлаңыздар, қатты қысып жібермеңіздер. Так.
мінекей басында жайлап байлап аласыздар осылайынан. Кейін енді ары қарай мықтап қысып тұрып байлаңыздар. Ары қарай енді бірнеше рет байлап алыңыздар, шешіліп қалмауы керек. Бұл артық жібін қазір біз кесіп тастаймыз. Бұның артық жібі керек емес, сондықтан да мінекей осындай әдемі болып шықты, көрдіңіздер. Біз енді ары қарай кардиганға тігетін боламыз. Қалай тігу керек, келесі видеода көрсетемін оның барлығын. Мінекей осындай гүліміз шықты. Біз енді мұнда кардиганға гүлімізді қойып тігетін боламыз. Яғни мінекей осындай етіп, өзіңізге қалай ыңғайлы солай қойып тіге бересіздер гүлдерді. Мен мінекей осындай ине алдым. Сіздерде кәдімгі ине болса енді сол инемен тіксеңіздер де болады. Қайсысы ыңғайлы өзіңізге байланысты. Мінекей осылай жіпті инеден өткізіп аламын да. Енді мен гүлді осы жерге қойғым келіп тұр, яғни сол жерден тігуім үшін мен осы жерден бастаймын. Сіздерге қай жер ыңғайлы, сол жерден бастап тіге беретін боласыздар. Мінекей мен жіпті осылайынан тек мына тоқыған бағандарымыз бар ғой, бағана соның тек бер жағындағы жіптерінен алатын боламын. Осылайынан бер жағындағы жіптен алып тоқи беремін, тіге беремін. Ар жағына, яғни ішкі жақ бетіне тігісіміз көрінбеуі тиіс. Мінекей осылайынан өткіземін да. Міне жіптерін тек бер жағынан аламын да. Міне ортаңғы гүліміздің ортасы тұр, төбесіндегі ортаңғы бөлігі. Сол ортаңғы бөлігінен инені өткіземін, яғни осындай ортасынан және де міне гүліміздің шеткі мына ортаңғы бөлігі бар ғой, мінекей дәл сондай жерінен, яғни гүлімізді мықтап тұрып тігіп аламыз. Себебі бізде бұл гүл қозғалып кетпеуі үшін. Мінекей дәл осылайынан, яғни алып, бер жағынан алып тоқи бересіздер тек. Мінекей мына жіптің бер жағынан алып жатырмын. Мінекей дәл осылайынан сіздерде тек мына астыңдағы жібіміздің бер жағынан алып қана тоқисыздар. Осылайынан айналдырып түгелмен тоқи бересіздер. Ешқандай қиындық жоқ. Ар жағына өткізбеңіздер. Тігісі ар жағынан көрінбеуі керек. Тек бер жағынан осылай бер жағынан жіптерді іліп аласыз да. Осылайынан жіпті ортасынан өткізіп тек тіге беретін боламыз. Көрдіңіздер ме? Міне, мына жағында ешқандай тігісі көрінбейді. Дәл осылайынан ішкі жақ бетінен тігісі көрінбеу керек. Тек бер жақ бетінен тігіп, мықтылап тігіп аласыз да. Осылайынан гүлдеріміздің барлығын орналастырасыздар. Мінекей. Міне мен барлық гүлдің барын орналастырдым. Көріп тұрсыздар, өте әдемі шықты кардиган. Бұл кардиган 1-2 жаста қыздарға келеді. 2,5 жастағы қыздарға да келеді. Өте әдемі кардиган, көріп тұрсыздар. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Тағы да жаңадан видеолар шығаратын боламын. Ол үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.